Бауыр ауруларының себептері. Сәлем достар. Біздің YouTube арнамызға жазылыңыз. Денсаулыққа қатысты қызықты бейнелер, пайдалы кеңестер және жаңа контентті жіберіп алмаңыз. Жазылу батырмасын басып қоңырауды қосыңыз, сонда жаңа бейнелерді алғашқы болып көресіз. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Рахмет. Бауыр ауруларының себептері. 1. Вирус инфекциялары. Гепатит вирустары бауырдың қабынуына әкеледі. 2. Алкоголь. Алкогольді ұзақ және шамадан тыс қолдану бауыр циррозына және алкогольдік гепатитке себеп болады. 3. Майдың жиналуы. Бауырда артық май жиналып, стеатоз, майлы бауыр дамуы мүмкін. 4. Уытты заттар, химиялық заттар, дәрілер, пестицидтер бауырды зақымдайды. 5. Аутоиммундық бұзылыстар, иммун жүйесінің бауыр жасушаларына шабуыл жасауы. 6. Қате тамақтану, майлы, қантты тағамдарды шамадан тыс тұтыну бауырға салмақ түсіреді. 7. Артық салмақ, семіздік бауырдың майлануына әкелуі мүмкін. 8. Генетикалық факторлар, кейбір бауыр аурулары тұқым қуалайды. Алдын алу жолдары. 1. Тамақтану. Майлы және қантты тағамдарды азайту. Көкөністер, жемістер, ақуызға бай тағамдар, балық, тауық, бұршақ тұтыну. Қуырылған тағамдардан бас тарту. 2. Салауатты өмір салты. Алкогольді шектеу немесе толық бас тарту. Дене салмағын бақылауда ұстау. Таза ауада серуендеу және физикалық белсенділік. 3. Гигиена. Гепатит вирустарынан сақтану үшін жеке гигиена ережелерін сақтау. Гепатитке қарсы вакциналар алу. 4. Уыттардан аулақ болу. Химиялық заттармен жұмыс істеу кезінде қорғаныс құралдарын пайдалану. Дәрілерді дәрігердің нұсқауынсыз қабылдамау. Бауыр ауруларын емдеу тәсілдері. 1. Медикаментозды ем. Гепатопротекторлар, бауырды қалпына келтіруге арналған препараттар, урсодезоксихол қышқылы. Антивирустық терапия, В және С гепатитін емдеу үшін. Қабынуға қарсы дәрілер, бауырдың қабынуын төмендету үшін. 2. Диета. 5. Үстел диетасын ұстану, Певзнер бойынша. Бұл бауырға зиян келтіретін тағамдардан бас тартуға бағытталған. 3. Хирургиялық әдістер. Кейбір ауыр жағдайларда бауырды трансплантациялау, ауысым қажет болуы мүмкін. 4. Фитотерапия. Растырушша, түймедақ және басқа да шөптерден жасалған табиғи препараттарды қолдану дәрігер кеңесімен. Бауырға пайдалы витаминдер. 1. В тобының витаминдері. 1. 6. 12 бауырдың жасушаларын қалпына келтіреді және энергия алмасуды жақсартады. Қайнар көздері, балық, жаңғақ, жұмыртқа ет. 2. Е витамині. Қабынуды азайтады және антиоксиданттық әсер береді. Қайнар көздері, бадам, авокадо, майлары. 3. С витамині. Оттарды жоюға көмектеседі және иммунитетті күшейтеді. Қайнар көздері, цитрустар, бұрыш, қарақат. 4. Витамині. Бауырдың жалпы денсаулығына ықпал етеді. Қайнар көздері, балық майы, жұмыртқа, күн сәулесі. 5. Антиоксиданттар, бета-каротин. Бауыр жасушаларын бос радикалдардан қорғайды. Қайнар көздері, сәбіз, тәтті картоп, қауын. Ескерту, емдеу мен витаминдерді қабылдау алдында міндетті түрде дәрігерден кеңес алыңыз.